60 жастан кейін жүрекке күтім өмір мен өлім арасындағы теңгерім. Бірақ миллиондаған адам жүрекке өздері зиян келтіретінін білмейді. Бұл видеода ең қауіпті бір әдетті және оның ғылыми дәлелін бірге қараймыз. Дәріні рұқсатсыз тоқтату немесе ауыстыру. Жүрекке қатысты дәрілерді, қан қысымын түсіретін, холестерин азайтатын адамдар кейде дәрігерсіз өзгертеді. Жанама әсер көрген соң, өздерін жақсы сезініп қалғанда, көрші мына дәріні ішеді екен деп ауыстырады. Бірақ бұл жүрекке тікелей соққы. Қан қысымы қайта көтеріледі. Травмалар пайда болуы мүмкін. Инфаркт, инсульт қаупі артады. Ғылыми дәлел. American Heart Association 2022 зерттеуі. Қан қысымына арналған дәріні өз бетінше тоқтатқан адамдарда 6 ай ішінде жүрек ауруы 35-ға артқан. Ұзақ отыру мен қозғалыссыз қалу. 60 жастан кейін адамдар көп отырады. Бұл қан айналымының баяулауы, тромбтың түзілуі жүрекке артық күш. Әсіресе қауіпті. Теледидар алдында 2 сағат отыру. Бір қалыпта кітап оқу немесе телефон қарау. Қозғалыссыз ұйықтап жату. Ғылыми дәлел. Journal of the American College of Cardiology зерттеуі. Күніне 8 сағаттан артық отыратын адамдарда жүрек ауруы қаупі 20-40 жоғары. Қауіптің алдын алу жолдары. Дәріні тек дәрігер кеңесімен ғана өзгертіңіз. Күнделікті ең болмаса 15-30 минут серуен. Сағат сайын тұрып жүру. Су ішу қан айналымын жақсартады. Ұйқы алдында аздап керіліп денені босату. 60 жастан кейін өмір сапасын төмендететін емес, арттыратын әдеттер керек. Денсаулық сіздің қолыңызда. Егер видео пайдалы болса, басқа жандармен бөлісіңіз, біреудің өмірін сақтап қалуы мүмкін.